Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай берет тоқу үйренетін боламыз. 1-2 жасқа арналған. Өте оңай тоқылады, крючокпен тоқылады. Ол үшін воздушный петля аламыз, 3 воздушный петля тоқып аламыз. Содан соң ең бастапқы бірінші петлядан содан 6 воздушный петля шығарып тоқып алатын боламыз. Енді бір қатар осы 6 петляны столбик без накида бір қатар тоқып шығатын боламыз. Ешқандай көбейтпейміз. Солай тоқып алатын боламыз. Екінші қатарымызда әр петляның ішінен столбик без накида екеуден шығарып тоқитын боламыз. Үшінші қатарда бір столбик без накида, екіншісіне 2 столбик без накида қылып көбейтіп отырамыз.
Міне осылай 25 қатар тоқып алуымыз керек. Міне схемадағыдай осылай болып шығады. Және де енді қысқартып шығатын боламыз. Дәл сол бағанағы сызықтар бойымен қысқартып шығатын боламыз. Міне осылай крючокқа осылай ілеміз және де қысқартамыз осылай. Әр осы көбейткен жерімізден дәл сол жерден қысқартып отыратын боламыз. Міне қысқартып алдық. Міне осындай болып шықты. 8 қатар тоқып аламыз. Және де басқа түсті қолдандым енді. Содан соң 2-3 қатар тоқып жібердім. Столбик без накида ешқандай қысқартпаймыз, көбейтпейміз, ешқандай өзгертусіз айналдырып тоқитын боламыз. Міне беретіміз дайын. Көктемге өте ыңғайлы қалпақ.